Осы қазақтың имамдарын айтамын. Халық анау дейді, мынау дейді. Жамағат келіп сөзбен дейсіз, мынандай емес па, анау анандай емес па. Сектанттар көбейіп кетсе, терроризм көбейіп кетсе, осы имамдар не істеп жатыр деп тағы да еліреміз. Осы қазақтың имамдары қандай деген сұраққа осы ойланып көрейікші. Тағы басқа қырынан да. Бүгінгі күнде қандай еркек 30-40 мыңға жұмыс істейді ойлаңдаршы. Ешкім істемейді. Бірақ бұл жігіттер отыр да. Бұл жігіттер отыр. Бірақ біреу жағдай айтпайды ғой, менің жағдайым мынау, анау, мынау. Тап-таза жүреді да. Тап-таза киінеді. Сырттағы көрген адамдар мынау бір тәп-тәуір жағдайы жақсы адам екен деп ойлап қалады негізі. Бірақ егер сөйлесіп, әр имамдармен сөйлесіп көріңіздерші, біреуі жетісіп жүрген жоқ материалдық тұрғыдан. Біреуі жетісіп жүрген жоқ. Мен бұларды сахабаларға ұқсатамын кезінде. Өйткені алдағы 30-20 жылдықта бұл жүйенің қаржыландыру жүйесін әлі толық жүретінін білмейді. Бірақ істеп жатыр да, өйткені бұлар біледі да, түсінеді да. Өйткені олар кетсе, олардың орнында кім қалады? Біз өзімізге тақуа сияқты болып, анау не қылмайды, мынау не қылмайды деп тұрып әңгіме айтамыз да. Өзімізге сол имамның орнына 30-40 мыңға айына отырып істейсің ба десе. Істейсің ба сен? Мысалы, мен істемеймін, шынымды айтайын. Сондықтан осы жерде бұлардың жұмысының сапалы болу үшін бұл имамдардың жағдайын жасау керек бірінші. Бұларды неге де тізімге де қоймайды. Қазір соңға барып, егер мынау жас жігіттер барып жатса, мысалы үйленген жігіттер тізімге тұрайық, пәтерге десе, алмайды, өйткені қызметкер емес, мемлекеттік. Бұл үйім ешқандай, бұл неде заңды құқығы жоқ. Ондай тізімге тұрады. Бірақ шәкірттер медресеге кетіп жатыр да. Әке шешесі ойбай, сенің ертең күнің не болады? Күніңді көре алмай жүресің десе де, бисмилля деп кетіп жатыр да. Оларды ақша емес қызықтырып жатқан. Біз мына жақтан отырып сөйлейміз да, анау анандай өтті, мынау семіріп кетіпті, анау үйсіпті, мынау бүйсіпті деп. Керісінше мынау біз жамағат, бауырлар, қазақтар, бәріміз бірлесіп отырып, бір қалада көп болса 3-4 имам бар бір мешітте. Соның жағдайын реттеп берсек, олардың да жұмыстары алаңсыз жақсы жұмыс жасайды ғой олар. Бала шағасына екі жұмыс іздеп жүгірмей, нәпақа табу үшін. Біз өзіміз осындай имамдардың қадірін білмей, сондай деңгейге түсіргенбіз. Оларға келіп тіл тигіземіз да. Сондықтан қалталы бар жігіттер, маза қарапайым жамағат бұны ұйымдасқан түрде осымыз мемлекетімізбен айналыспаса, біз өзіміз айналысайық та. Мемлекет өзімізден құралады ғой негізі. Сөзбен де, іспен де көмектесейік бұларға, бұлардың ұлы жолда жүрген жұмысшылар ғой бұлар деген.